Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен өзім, есімім Назерке болады. Бүгін мұнда біз маман сертификатын дайын алу бойынша сіздерге көрсететін боламын. Ол үшін ең бірінші ЕГОВ-қа сіздер жазасыздар. ЕГОВ деп, одан кейін ЭЦП ключ арқылы сіздер кіретін боласыздар. Бірақ қазіргі таңда сіздер код сұратады. Сол код бойынша сіздер ашып, дальше осындай парақша ашылады. Сіздер личный кабинет дейсіздер да, история полученных услуг басасыздар. Осы жерде лицензия, разрешение және уведомление деген сөздер шығады. Сіз уже разрешениені басасыз. Өткен сізге уже рұқсат беріліп, сізге уже алынды. Мына жерде мінекей, қай уақытта қандай оқулар оқыды, мысалы, қандай оқу керек. Например, да, соның барлығын сіздер ала аласыздар. Мұнда мысалы мінекей, бұл кісі маман сертификатын 18 апрельде алып қойған. Мысалы да, енді өзінде мысалы қағазы жоқ болды. Осы жақтан базадан алса болады. Действительный үстіне лупасын басады. Сол уақытта мұнда скачать документ деп шығады. Өзіңізге қажетті тілдерде мінекей ашып алсаңыз болады. Мінекей, және де загрузкаға кіресіздер да. Мінекей, мысалы. Мінекей шығады. 5 жылға дейін жарамды. Бұл кісі бізде педиатрия саласы бойынша дәрігер. Біз қазір бұл кісіге категория жасағалы жатырмыз. Категория бойынша сұрақтарыңыз болып жатса, тіркеліп алып, каналымда қарап жүрсеңіздер болады. Сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.